Сәлем everybody. Осы бір-екі күн бұрын жаңағы жұмыстан шықтым, пятница күні 6-да жұмыстан шығып, қалада бір жұмыстарым болып, сағат 11-ге дейін жүріп қалдым. Сол 11-ге дейін жүріп, үйге қарай келе жатырмын енді машинамен. Үйге жақындап келатқанда, үйдің қасында бір кафе бар еді, жақындағанында. Сол жерден бір кісі голосовать етіп тұр, жаңағы примерно 60-тардағы кісі. Үй жаққа баратқан болар деп, жолшыбай деп салып алайын деп тоқтадым, жаңағы 500 теңге болсын әйтеуір пайда болады ғой деп. Сосын жаңағы кісі айтады, такси ма деп. Мен айтамын, иә такси. Не ғой? Крис кафеге апарып тасташы мені дейді. Мен айтамын, қай жерде ол Крис кафе? Крис жаңағы неде дейді, старый рабочийда дейді. Ол артта қалып қойды ғой, мен онда бармайын дедім. 3000 теңге дейді. Кеттік дедім. Содан жаңағы отырды, старый рабочийға басып жатыр, бір кезде әңгімесін бастап жатыр. Жасым 60-та дейді. Әйелімді неге жібердім дейді, санаторийға. Сол кішкене өзім демалып жүрмін. Сол енді Крис кафесіне кетіп баратырмын дейді. Мен айтамын, сол жерде отырған кафеңізді до конца отырып, бір демалып, бір атыла бір шықпадыңыз ба сен? Жоқ, ол жерде олар жоқ қой дейді. Мен айтамын, кімдер жоқ? Қалай кімдер жоқ? Сен білмейсің ба не? Крис кафесі деген Оралдағы кілең проституткалар жүретін кафе ғой дейді. Мен айтамын, білмеппін. Мен жас болып білмеймін, сіз 60-та болып соның бәрін біліп отырсыз. Сөйтіп жаңағы старый рабочийға келдік. Бір тупик екен, қап-қараңғы бір жерге келдік. Бір Крис деген өзі бір қора сияқты кафе екен, бір қора сырты бар ғой, кәдімгі мал қора сияқты. Крис деп жазылып тұр еще. Содан жаңағы ана кісі айтады, қазір кіріп шығамын деді, кіріп кетті. Мен есік алдында күтіп тұрмын. Жаңағы машинадан түсіп, бүйтіп қарап жатырмын ғой, не екен деп, есігін бүйтіп ашып жатсам, ар жағынан бір әйел шығып жатыр. Примерно мынандай әйел міне. Бір кезде маған қарап айтады, өзің іздеп жүрсің ба дейді. Мен де былай бір енді интерес болсын деп, иә дедім. Қаншадан сағаты дедім. Сағат 20 мың дейді. Сізбен ба? Сізбен бір сағат 20 мың ба? Иә. Анаған қарап, анау қалай сағат 20 мың анау менен. Анаған бір сағатқа 20 мың бергенше, фильм ужасқа 20 мың беріп, бір сағат қараған жақсы сияқты. Содан жаңағы енді бір кезде әңгімесін ары қарай жалғастырып жатыр, жаңағы не дейді. Бұл деген чисто классика дейді. Егер де процесс кезінде дейді, менің жаңағы грудьтарымды ұстайтын болсаң, онда отдельно төлейсің дейді. Егер мынаны істейтін болсаң, онда отдельно төлейсің. Мынаны істейтін болсаң, отдельно төлейсің дейді. Мен айтамын, сонда общий қанша сонда? Общий бір сағаты, соның бүкіл бәрімен полностью 34 мың дейді. 34 мың? Сіз негізі өзіңізді айнадан көрдіңіз ба негізі? Не? Жоқ, ештеңе. Бір кезде, между прочим, сен маған айтып қарама, мен деген не? Элитныймын дейді. Сонда қай жеріңіз элитный сонда? Міне қара дейді. Бүйтіп, аузын ашты, мына жерде 4 тісі жоқ қой қатарынан алдында. Мен айтам, мына жұмыспен жүріп енді сол тіс салдыруға ақша жинап жүрсіз бе? Жоқ, мен специально 4 тісімді специально жұлдырып тастадым. Сонда бұның элитасы қандай? Элитасы осы, міне, алдымда 4 тісім жоқ. Солай екен. Содан жаңа ана жігіт шықты, кісі, шал ғой енді, шал, 60-та. Бір кезде маған айтады, кеттік мына жерден дейді. Мына жерде выбор жоқ дейді. Бір 20 шақты проститутка жүр екен, ішінде бір нормальный жоқ. Мәссаған, өзі 60-та, еще өзі 30 бен 40-тың арасындағы әйелдердің ішінен нормализм таба алмайтын. Сосын айтады, кеттік депоға дейді. Мен айтам, ағасы не ғой? 2000, кеттік онда. Сөйтіп депоға келдік. Депода бұрында бір проституткалар жүреді деген естуім бар еді.
біткен шығар десем, қазір әлі бар екен. Бір кезде ана шал айтады, депоның қасына келгеннен кейін, ана трансформатор көріп тұрсың ба, соның қасына барып тоқташы дейді. Трансформатордың қасына барып тоқтадым. И сол жерден трансформатордың артынан бір 3 қыз шықты ғой. Мен қайдан біліп тұрсыз мынаны? И мен трансформатордың қасына тоқтау керек екен. Содан ана 3 қыз шықты да, бір кезде терезені бүйтіп ашып едік. Мә, ана 3 қыз мынаны танып жатыр. Кустик, привет! Жаңағы бұлар деген мына шал айтады, не дейді? Қалайсыңдар? Қалай, бүгін новый бар ма біреу? Жоқ, бүгін осы үшеумізбіз. Бұлар да бұлай екен. Бұлар үшеуі жаңағы мына саунаға привязаны екен. Сағаты 15 мың и не? Обязательно жаңа саунаны алу керексің. Сауна 5 мың, и соның ішінде алкоголін бәрін соның ішінен аласың. Сонда примерно бір 25 мыңға шығатын болып тұр ғой. Содан бір кезде ана шал айтады, кеттік бұл жерден. Мен айтам, қайда кеттік? Мяскометқа кеттік дейді. Рок деген кафе бар, соған кеттік дейді. Мен айтам, ағасы, мяскомет алыс қой, 3 мың. Давай кеттік. Сөйтіп, мяскометқа бардық, рок деген кафеге бардық. Рок деген кафеда кәдімгі бірге кірдім, енді интересно просто. Кірсем, кәдімгідей таныс пол, қыздар билеп жүр, жаңағы не бар, бар, қыздар отыр. Бұнда енді бұлай екен. Именно сутенерға жолығады екенсің. Сутенерға. Мынау кіріп келді де бүйтеді. Кім, Архат дейді. Бір кезде бір кісі келді. Кустик, қалайсың? Аман сау, мынау. Қалай бүгін молодняктар бар ма? Кәдімгі мал таңдаған сияқты, кәдімгі молодняктар бар ма? Бар, әне таныс қолда көріпсің бе? Үйде. 20-да. Қалай, қарайсың ба? Да, 20-да дейсің бе? Давай қарай қалында. Сен маған бір 15-ке келістіріп берші. Давай, басқа біреу болса келіспейді, енді саған келсем ғой. Мына шал деген кәдімгі деген мыналардың постоянный клиент екен. Содан жаңа Юлия келді. Содан кейін бір кезде анам шал маған айтады, қалай күтесің ба дейді, 1 сағаттай күте тұршы мен дейді. Сенімен қайтып кетейін сол үй жаққа дейді. Мен айтам, аға сенді күткенде 3 мың. Давай күтем ғой дедім. Сөйтіп жаңа кіріп кетті, отырмын машинада күтіп. И примерно 1 сағаттан кейін шықты бір кезде. Шыққаннан кейін маған келіп айтады, кім бауырым, сен бара бер, мен бүгін осында қалатын болып жатырмын дейді. Давай, ладно, жақсы дедім. Содан енді ана жаққа дейін, үйге дейін енді пустой кетпейін деп индрайвер қостым. Индрайвер қосып қарап отырсам, сол рок кафесінен заказ шықты. Үй жаққа, как раз үй жақта бір Наш деген круглосуточный магазин бар еді, соған шықты. 2000 теңге деп тұр екен, 3000 деп қоя қойып едім, ала салып. И бір кезде күтіп отырдым, бір кезде бір үлкен кісі шықты, тоже біріне. Отырдым. Кеттік сосын. Осы жолшыбай айтып жатырмын ғой. Ағасы қалай, роктан шықтыңыз ғой десем? Роктан шықтым, бүгін демалып жүрмін. Осы бүгін таңертең пенсия алып едім, сонымен кішкене демалып жатырмын дейді. Пенсия алдың дейсіз бе? Нешедесіз? 67-темін дейді. Не болған да? Қазіргі заман шалдардың құтыратын заманы ма? Не заман ма қазіргі? Анау 60-та, мынау 67-те. Сол жаңағы не? Айына бір пенсия алғанда осында келіп тұрам дейді. Бір 50 мыңдайымды өзіме бөліп, осылай бір күнде келіп тұрам дейді. 50 мыңды бөліп дейсіз бе? 50 мың қымбат емес пе? Сізді что-то шал деп мыналар алдап жүрген жоқ па? Жоқ, нормально. Бүгін мысалы жаңа 45 мың жойып шықтым дейді. 45 мың деген көп қой чересчур. Сізді деген чересчур мында алдап жүр ғана. 15 мың, 45 мың емес қой десем. Бұл айтады, жоқ, білем ғой оның бәрін. Просто мен 45 мың берем, менде өйткені групповой ғой. Қалай групповой десем? Мен сразу бір кіргенде 3 қыз алам дейді. Нағыл дейді. Сөйтіп жаңа шалды апарып тастадым Нашқа. 3 мыңын салып алып, какой-то бір 4 сағаттың ішінде 15 мыңдай ақша түсіріп алдым. Содан жаңа үйге келдім. Үйге келсем, әйелім жынданып жатыр.
Қайда жүрсің, қайда жүрсің не? Бана 11-де келем дедің, қазір 3-те келіп тұрсың не? Проституткаларға кетіп қалған жоқсың ба дейді. Мен айтам, оны қайдан біліп қойдың? Әйелім, не? Ештеңе. Сау. Подписка, лайк, коммент сізден.